Жомарттылық. Атынтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, іс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады: «Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар, ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасуыңыздың мәнісі не?» депті. Сонда жомарт бүйдепті: «Оның 4 түрлі себебі бар. Әуелгісі, әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер ғибрат алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сінімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орынға жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын. Барлық жасаған амалымды Құдайдың разылығы үшін жасаймын» деді.